Бүгін біз сіздермен дәрет жайлы айтатын боламыз. Жәннаттың кілті намаз болса, намаздың кілті ол дәрет. Ол жайлы Құранда Маида сүресінде, егер де сендер намазға тұрсаңдар, онда беттеріңді, шынтақпен қоса қолдарыңды жуыңдар, бастарыңа масық тартып, аяқтарыңды тобықпен қоса жуыңдар деп айтады. Яғни біздің намазымыз дұрыс болу үшін ең алдымен біз дәретті жақсылап алып үйренуіміз керек екен. Дәрет алу ол мұсылмандардың ерекшелігі болып саналады. Себебі қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сіз үмбетіңізді қалай танисыз деген кезде, олардың дәрет алған жерлері нұр болып тұрады. Мен содан оларды танимын деп айтқан екен. Сондықтан да дәрет алуды бірге үйренсек. Ең бірінші біз сырт дәретті алмастан бұрын іш дәретті алуымыз керек. Ол дегеніміз біздің жыныс мүшелерімізді жуу. Біз оны сумен немесе қағазбен қазіргі кезде алсақ болады. Ал суда қағазда табылмаған жағдайда топырақпен, таспен алса да болады. Енді қазір бізде суда, қағазда жеткілікті болғандықтан ең бірінші дәретханаға кіріп, біз іш дәретін алып аламыз. Жалпы дәрет алудың Құранда айтқандай 4 парызы бар. Ең алғаш дәреттің парызы ол бет болып табылады. Бетті жуған кезде біз бетіміз тек қана бізге көрініп тұрған жер ғана емес, сонымен қатар шашымыздың түбінен құлақтың жұмсақ жеріне дейін және де иегімізді қоса алып жууымыз қажет. Бұл бетті жуған кезде маңызды, себебі ол жерлерге су тимей қалса, біздің дәретіміз дұрыс болмайды. Дәретіміз дұрыс болмаса, онда біздің намазымыз да дұрыс болмайды. Екінші, ол қолды шынтақпен қоса жуу. Қолды жуған кезде де шынтақты бірге алып жуу өте маңызды. Себебі оны Алла Тағала Құранда айтып отыр. Одан кейін басқа масих тарту. Басқа масих тарту дегеніміз, ол масих деген сөз сүрту деген нәрсені білдіреді. Ал басқа масих дегеніміз, ол су қолымызбен бастың 1/4 бөлігіне қолымызды тигізіп өту. Және де аяғымызды тобықпен қоса жууымыз қажет. Себебі тобықтың осы жерде өте маңызды, себебі кейбір адамдар тозақта осы тобықтарына дейін жаңағыдай отқа жанып жатады деп айтады. Неге десе, олар дәрет алған кезде осы тобығын жууға немқұрайлық танытқан еді деп. Сондықтан да аяқты жуған кезде осы тобықтың да жуылуын, тобықпен бірге қосыла жуылуын назарда ұстауымыз қажет. Бұл жалпы 4 парызы. Бұл нәрсені, дәреттің 4 парызы бізге білу не үшін маңызды? Бұл нәрселер, осы 4 нәрсенің біреуі болмай қалса, онда дәретіміз жарамсыз, дұрыс емес болады. Және де су аз кезде, біз толығымен сүннетмен қоса орындай алмаған кезде, яғни су аз кезде, біз осы 4 мүшемізді жуатын болсақ, 4 жерімізді, онда біздің дәретіміз дұрыс болып табылады екен. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай алды, сол нәрсеге де мән берсек. Жалпы кез келген құлшылықтың қабыл болуы үшін ең бірінші ниетіміздің дұрыс болуы, екінші пайғамбардың сүннетіне сай болуы өте маңызды. Пайғамбарымыз дәрет алған кезде тек қана парыз еткен жерлерде емес, онымен қоса одан да дәретті көркемдеп алған. Біз де сол пайғамбарымыздың сүннеті бойынша пайғамбарымыз қалай алған болса, солай аламыз. Ол үшін дәрет алу үлгісін біз сіздерге дайындап қойдық, соны бірге тамашалайық. Біз іш дәретімізді алып болғаннан кейін дәрет алуға ниет етеміз. Оны біз дәретханада тұрғандықтан іштей айтамыз, яғни іштей ниет еттім Алла разылығы үшін дәрет алуға деп. Содан кейін ең алдымен қолымызды тазартып аламыз. Қолымыздың саусақтардың арасын, саласын, барлығын тазалап жуып аламыз, білекке дейін. Екінші, оң қолымызбен аузымызға суды алып барып, тамағымызды шаямыз. Және де бұны 3 рет жасаймыз. Бұны бізде мад-мада деп айтады. Аузымызды жуып болғаннан кейін, оң қолымызбен мұрынға суды апарып, сол қолымызбен сіңгіреміз. Бұл нәрсені де біз 3 рет жасаймыз. Бұны бізде истиншах деп айтады. Ауыз мұрнымызды жуып болғаннан кейін, бетімізді жуамыз. Бетті жуған кезде жаңағы шаштың түбіне дейін, құлақтың жұмсақ жеріне дейін иегімізді қоса жууды ұмытпайық. Бетті де сүннет бойынша 3 рет жуамыз. Келесі, оң қолды шынтаққа дейін жуамыз. Осы жерде шынтақпен қоса жуу маңызды. Сондай-ақ тырнақталак, қолға қамыр жабысқан болса, соларды да кетіру маңызды. Оң қолдан кейін сол қолды шынтақпен қоса жуамыз. Жуып болғаннан кейін оң қолымызбен басымызға масих тартамыз. Бастың 1/4 бөлігіне қолдарымыз тиюі қажет.
Одан кейін біз сұқ саусағымызды құлағымыздың ішіне салып, және де бас бармағымызбен құлағымыздың шетіне масих тартамыз. Ал қалған үш саусағымен біз мойнымыздың арттан бастап алдыға дейін масих тартамыз. Келесі, ең соңғы, біз ең алғашқы оң аяқтарымызды жуамыз. Оң аяқты жуған кезде саусақтардың арасын жууды және де тобықпен қоса жууды назар аударуымыз керек. Және дәл солай сол аяғымызды да жуамыз. Міне, дәрет алу үлгісі осы. Назар аударғандарыңызға рахмет.